Баева мен Айгерім Тілеубек. Ана мен қызның жұбы. Дастан мырза. 6. Ең жоғары ұпай Толқын ханым. 6. Бейбіт мырза. 4. Жақсы, рахмет. Екінші болып өнер көрсеткен Айри мен Мәди Сыздықов жұбы. Дастан мырза, берер ұпайыңыз. 3. Толқын ханым. 2. Бейбіт мырза. 3. Рахмет. Жақсы. Ал ағайындылардың жұбы қандай ұпай алады екен? Али Оқапов және Мәди Рымбаев. Дастан мырза. 4. Толқын ханым. 3. Бейбіт мырза. 5. Әдемі. Келесі кезекте Алмас Кішкенбаев және Татья Кабаладзе жұбы. Дастан мырза. 5. Толқын ханым. 5. Бейбіт мырза. 6. Тамаша. Ал Айзи мен Индира елемес жұбы. Дастан мырза. 1. Толқын ханым. 1. Бейбіт мырза. 1. Және ең соңғы болып өнер көрсеткен Назарбек пен Аршат жұбы. Дастан мырза. 2. Толқын ханым. 4. Бейбіт мырза. 2. Рахмет, құрметті қазылар алқасы. Бұл кісілердің жұмысы бүгін аяқталды. Енді құрметті көрермен, кезек сіздерде. Жалпы 100% көрсеткіш бойынша 50-де 50 қылып тең бөлеміз. Ендігі ұпай беру кезегі өздеріңізге түсіп тұр. Жаңа айтқандай, ережені жақсы білесіздер мен ойымша, иә? Ары қарай қымбатты көрермен, қолдарыңыздағы ұялы телефонды алып, экранда көрсетілген QR кодты сканерлеп, бүгінгі кеште ұнаған ең сүйікті фаворит жұбыңызға дауыс бере аласыздар. Жартылай финалға жетпей, өкінішке қарай, жарысты осы жолдан аяқтайтын жұпты да анықтайтын сіздер, шығарылымның жеңімпазын да сайлайтын сіздер бүгін. Сонымен, мен ойымша барлық ережені жақсы біледі. Ендеше 5, 4, 3, 2, 1. Дауыс беру басталды. Он, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дауыс беру аяқталды. Бірер минуттан кейін қымбатты көрермен, ширек финалда жарыс жолын аяқтайтын жұлдызды жұптың есімін білеміз. Ол есімді сәлден соң айтамыз міндетті түрде қазылар алқасы мен көрерменнің ортақ шешімі. Ойлар бір жерден шықты ма? Қалай болды екен негізі? Бірақ одан бұрын бірінші кезекте екі тараптан да ең жоғары ұпайға ие болып, бүгінгі кештің ең үздік жұлдызды жұбы атанған жандарды білуге, жариялауға біз дайынбыз. Негізі қымбатты көрермен, студиядағы көрермен мен төрешілердің ойы әркез бір жерден шықпайды. Бірақ кей кездерде расыменде екі тараптың да қолдауымен үздіктерді біз көріп жатамыз. Ал бүгін қалай болады екен? Оны дәл қазір білеміз. Бір 15-20 секундтан кейін. Оны шешкенде, шешуге атсалысқанда өздеріңіз. Бірақ бір айта кетерлігі, расыменде әр шығарылым сайын, әр кезең сайын үздік атанған жұптың жауапкершілік жүгі ауыр болады келесі кезеңде. Себебі дәл сол қойған деңгейге келесі шығарылымда жету керек. Себебі біздің төрешілеріміз өте талапшыл. Финалда жақындап қалды, оны ұмытпағайсыздар. 2 қадам қалды. Ал енді
бүгінгі кеште, әдемі сезімге, әсерге толы кеште, үздік жұлдызды жұп атанған жандардың есімі Клара Төленбаева, Айгерім Тілеубек! тағы да Екінші сіздер. шығарылым қатарынан, қателеспесем. Тоқтаймыз. Және айта кету керек, жоба басталғалы қауіпті аймаққа мүлдем түспеген жұлдызды жұп. Тамаша. Рахмет. Жанкүйерлеріңіздің гүл шоқтарын қабыл Қабыл алыңыздар. алыңыздар. Рахмет, тамаша. Сонымен, қымбатты көрермен, үздіктердің есімін білдік. Жартылай финалға шыққан бір жұпты анықтадық. Кем дегенде біреуін білеміз. Иә. Ал енді біздің ереже бойынша қауіпті аймаққа ең төмен ұпай жинаған 3 жұлдызды жұпты атаймыз. Және біреумен бүгін өкінішке қарай қоштасамыз. Иә. Бірақ менің ойымша, мұның өзі үлкен жетістік, ширек финалға дейін жету. Сонымен, қауіпті аймақтағы алғашқы жұп. Эйзи және Индира Елемес жұбы. Ортаға келіңіздер. Ал екінші жұп қауіпті аймақтағы. Кімдер екен? Мәди Сыздықов және Айри. Тағы да екінші шығарылым қатарынан. Және үшінші жұп қауіпті аймақтағы. Назарбек және Аршат жұбы. Иә. Бүгінгі шығарылымның нәтижесі бойынша қазылар алқасы мен студиядағы көрермендердің шешімі дәл осындай болды. Өкінішке қарай өзгелерге қарағанда төмен ұпай жинаған 3 жұлдызды жұп сахнада. Олардың екеуі жарыс жолын жалғастырады. Тікелей жартылай финалға жолдама алады. Ал біреумен қоштасуға мәжбүрміз. Ереже